Ең ізгі адам. Хан баласында қазақтың хақысы бар. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Әлихан Бөкейхан. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1912 жылы Айқап журналы арқылы білімділерге қойған пәлсапалық күрделі сұрақтарының бірі ең жақсы адам қандай кісі деп келеді. Дәл осы сұрақты пайғамбарымызға сахабаларда қойған болатын. Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам адамдардың арасындағы Аллаға ең сүйікті адам, адамдарға көбірек пайдалы болған кісі. Аллаға ең сүйікті іс адам баласына қуаныш сыйлау, біреудің қиыншылығын кетіру, қарызын жабу, ас адамның қарнын тойдыру болмақ. Бір адамның мұқтаждығына болысып уақыт өткізу мен үшін мына мешітте бір ай оңашаланып құлшылық жасағанымнан да абзал деп жауап берген екен. Демек адамзатқа кімнің пайдасы көбірек десе, сол адам Алланың ең сүйікті құлы. Ең әуелі аманатың бала-шағаңа, ағайын туысқа, айналаңа, халқыңа пайда келтіру болса, ол үшін өзің жан-жақты жетілген, барынша кемелденген тұлға болуың керек. Ғұмырын ұйқымен, қысыр әңгіме, арзан әзіл, ойын күлкі, бос сандалумен өткізген адам ел түгілі қара басына да пайда келтіре алмайды. Білімнен жұрдай, бойымдағы қарым-қабілетін аша алмаған кісінің қоғамға пайдалы болуы екі талай. Міне сондықтан Шәкәрім Данышпан мына бір өлеңінде: адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл, талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарып қыл өлгеніңше, жоба тап, жол көрсет, келешек қамышын қайтадан қайрылып, қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осыны ұқ, мәңгілік өлмейсің деп, пенде баласын адами борышын өтеуге, ал оны өтеу үшін білімді, өнерлі болуға шақырады. Абай басқаға пайда тигізу Құдайдың нағыз жолы екенін айтады. Дүниеде түпкі мақсаттың өз пайдаң болса, өзің нихаяттылысың, ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орма ағып келе берсін деген ол не деген ынсап? Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан, ғадалет, шапағат секілді біреуге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құдайдың жолы. Демек адамның өмірге келгендегі міндеті басқалардан пайда көру емес, керісінше айналасына қызмет етіп пайдалы өмір сүру. Осыны толық түсінген кезде ғана ол шынайы бақытқа қол жеткізеді. Көкірегі қуанышқа толады. Бұл жолда кездесетін қиыншылық пен сәтсіздікке мойымайды. Бойына сарқылмайтын жігер мен алапат қуат ұялайды. Нәтижесінде ол сөзсіз жетістіктің тұғырынан табылады. Жаратылыс ағашының мәуесі. О адам, мына ғаламның ең мазмұнды кітабы сенсің. Аш та өзіңді оқы. Мәулана. Адам айналасына ғибрат көзімен қараса, жарығы мен жылуын мейірлене төккен алып күннен бастап, әрбір жаратылыс өзіне бағынышты түрде қызмет етіп жүргенін сезініп, өзінің халифа екендігін ұғады. Егер адам баласы өзін Алла ардақтап жаратқан ғажайып болмыс екенін терең түсінсе, бүкіл періште оған сәжде ететіндей ардақты жаратылыс екенін сезіне алса, сөз жоқ, кемелденуге ұмтылары анық. Өйткені адам жаратылыс ағашының мәуесі. Адам бүкіл ғаламның кішірейтілген қорытынды нұсқасы. Адам Алланың көркем есімдері сәулесі ең көп көрініс тапқан ерекше жаратылыс иесі болғандықтан, тұла бойы тұнып тұрған қабілет қарым. Мысалы, Алла әлем, яғни шексіз білім иесі. Осы сипаттың сәулесі басқа жаратылысқа қарағанда адамзатқа молынан түскен. Қазіргі дамып жатқан ғылым білім осының көрінісі. Алла әрбір жаратылысқа ерекше бейне беріп, көркем жаратқан ұлы шебер. Бұл сипаттың сәулесі кімге көбірек түссе, сол адамның бойынан сан алуан өнер шығады. Алланың кәләм атты сипаты бар. Сөз зергеріндегі қабілет Алланың осы сипатының адам бойындағы шағылы болмақ. Адам бойында ашылмай мүлгіп жатқан шетсіз, шексіз қасиет қабілеттері кемелденуді тілейді. Ашылмаған әрбір қабілет бейне бір көз ашылмаған бұлақ іспеттес сылдырлап ағуды қалайды. Қатты топырақты жарып, жарыққа шығуға талпынған дәнекке ұқсап күннің көзін сүйді. Бейне бір мәуелі ағаштар ізді жеміс беруге асығады. Көбіне адам баласының бақытсыздығы мен жанның жабырқауы, тіпті күйзелуі іште ашылмай тұнып қалған қабілеттерден туындайды.
Адамға берілген осынау қабілеттер ертең қияметте ұлы жаратушы тарапынан сөзсіз сұралады. Құранда ол күні сөзсіз сендерге берілген барлық нығмет жақсылықтардан сұраласыңдар делінген. Ендеше бойымызда қолданылмай мүлгіп жатқан қабілет, дұрыс пайдалана алмаған барша мүмкіншіліктен сұраламыз. Олай болса, оқы, ізден, талпын, үйрен, жаса, тағы да жаса. Құранның алғашқы аяты: оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы делінген әрдайым есіңе сақта. Ішкі әлемінде жетістікке ұмтылған жан және сыртқы әлемде жетістікке жетеді. Өзің өзгергенде айналаң да, тіпті әлем де өзгереді. Өздеріңді өзгертпейінше, Алла тағала сендер тап болған жағдайды өзгертпейді. Ендеше өзіңді таны, әлемді біл, іштен ғана ашылатын сыр сандығының кілтін тап, кемелдікке қарай қадам бас. Жетістікке жету қағидалары. Өмірдің мәнін біл, арманда, мақсат қой. Саған қатысы жоқ пайдасыз істерді тәрк ет. Қолынан жақсы келетін сүйікті ісіңмен айналыс. Жоспармен жүр, батыл бол, харекет етіп жаратқанға тәуекел жаса. Әрекет амалдарыңды әрдайым қадағала, табандылық таныт. Кідіріс жасап айналаңа қара. Өткенді сараптап келер күнді бағамда. Денсаулығыңды күт. Отбасыңа, туған туыстарыңа көңіл бөл. Айналаңмен жақсы қарым-қатынаста бол. Адамдарға пайдаңды тигіз. Ұдайы жетіліп, шеберлігіңді шыңда. Шүкір етіп, құлшылық жаса.